Сәлеметсіздер ма, қыз келіншектер? Менің YouTube арнамда тұрақты қыз келіншектер, сіздерге дәл бүгін амандасу деген құрақ түрін көрсетпекшімін. Керемет әдемі құрақ түрі. Дәл осындай әдемі құрақ тігу үшін бізге астына қоятын матамыз 20-20 мата болу керек. Қатты матамыз болу керек. Содан кейін мынау 9-9 төртбұрышты квадратымыз. Осыдан молочкадан, қызылдан 9-9 екеу керек. Қызылдан 7-7 квадрат керек. Екеу бұдан 9. Мынауымыз 5-5. 5-5 квадратымызды кесіп дайындап аламыз. Ал ең кішкентайы бізде 3-3 төртбұрышты квадрат матамыз. Бұл екеуін қазір дәл осылай біріктіріп, дәл осы жерінен тігіп аламыз. Тоққа қосылма. Мен машинкам дауысы шумный, кәдімгі қосылғанда естіледі. Закрепка қойып отырасыздар. Құрағымыз сапалы, жақсы тігіп шығу үшін. Дәл осы біріктіріп тіккенімізді қызыл мен сарымызды дәл осылай тігіп, бұны қасына таза дайындап қоямыз. Астына қойған матамызды мен дәл осылай бүктеп, бұрыш шығарып алдым. Дәл осылай бүктеп, бұрыш шығарып алыңыздар. Мен бағана бұрыш шығарып, осы жерінен ручкамен көрініп тұрса сызып қойғам. Дәл осы сызылған сызықтың осылайына қоямыз. Бізге бұрышымыз бұрыш болып шығу үшін. Бұлай дәл бұлай қоймаймыз. Осылайына қоямыз. Енді осының үстіне қызыл квадратымызды тігеміз. 3-3 квадратымыз. Опа, жүрегім шығып кетті. Қызылымызды тіктік. Көрсеңіздер, қызыл тігіліп тұр. Енді жаңағы тігілген қызылымызды дәл осыған сарымыз, қызылымыз, дәл осы тігілген сары мен қызылымыз сарыға қызыл келу керек. Қызылға сары келу керек. Дәл осылай тігіп аламыз. Бұрышымен бұрышын дәл келтіріп тартып отырып тігесіздер.
Байқасаңыздар, бізде ромбик шықты. Көрдіңіздер ме? Дәл осылай ромбик шықты. Енді сары өрге қарап тұр. Енді осының астында қызыл ғой. Қызылымызды банағы 5-5 квадрат қызылымыздың ортасынан, дәл ортасынан кесіп бұрыш жасап аламыз. Кесіп алдық. Сарымызды да дәл солай кесіп аламыз. Сіздер сызғыш қойып, сызып кессеңіздер болады. Мен өзім сызбай қылай қайшымен кесіп отырмын. Бұның үшеуін де кесіп дайындап аламыз. Тоғызда 9 квадратымызды да 3 бұрыштап кесіп аламыз. Сарымызды да дәл солай кесіп алайық. Кесіп бізде дайын тұр бәрі. Сіздерге көрініп тұрса. Енді мен мұнда сары мен қызыл болып тұрғандықтан қызылымыздың астына қарай осы қызыл бұрышты тігемін. Ол 5 сантиметрлік. Енді сарымызды тігеміз. Мен жібімді үзіп отырған жоқпын, бірден тігіп жатырмын. Сол себептен заклепка қоймаймын. Сары бұрышымызды тіктік. Ендігі кезек қызылда. Қызылымызды да тіктік. Ендігі кезек бұрыш сарыда. Біздің бұрышымыз бәрі дайын. Дәл осындай әдемі құрақ шықты. Ендігі кезек біздің 7 сантиметрлік бұрышымызды тігетін боламыз. Бізде қызыл астыға қарап тұрғандықтан қызылды тігеміз. Ендігі кезек сарыда.
Дәл осылай айландырып отырып тігеміз. Ендігі кезегіміз қызыл бұрышымызға. Енді сарын тігетін боламыз. Дәл осылай тігіліп болды. Ендігі кезек 9-да 9 сантиметр кескен бағана квадратымызды үш бұрышқа тік кескенбіз. Сол бұрышымызды тігетін боламыз. Жатқан кезде сарымызды өрге қарап тұрған кезде астында қызыл тұр. Қызылға қызыл тігетін боламыз. Ендігі кезек сарыда. Сарымыз тігілді. Ендігі қызылымыз тігетін боламыз. Ендігі соңғы бізде сары қалды. Мен сары деп айтып отырмын бағанадан бері. Ашық молочка ғой. Сіздерге түсінікті болсын деп. Не керемет әдемі амандасып құрағымыз бітті. Енді четін айналдырып отырып тігіп шығамыз. Құрағымызды тартып, төрт бұрышты дұрыс шығу үшін бұрыш пен бұрышты тура алу керек. Тігу жолын жаңадан үйреніп жүрген кісілерге мұқият көріп істесе түсінікті болады.
Жаңадан бері мен ақырын тігіп отырмын, сіздерге түсінікті болсын деген оймен. Шеті кішкене қатпарланып қалды, жөндей саламыз қазір. Дәл осындай амандасу құрағымыз біздің тігіп бітірдік. Енді артық матасын кесіп алып тастаймыз. Міне, дәл керемет әдемі амандасу құрағымыз дайын болды. Бұны орысша улитка деп айтылады екен. Улитканың жолы деп. Ал амандасу деген түсінікті шығар. Керемет әдемі құрақ шықты. Вот, баны біріншіміз, мына екінші. Жақсы сау болыңыздар. Менің тұрақты көрермендерім, қыз келіншектер, сіздерге айтарым, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Каналыма подписация етіңіздер. Күнделікті әдемі құрақ түрлерін сіздерге мұқият тігіп көрсететін боламын. Бүгінгі құрағымды мен әдейі сіздерге түсінікті болсын деген оймен ақырын асықпай каждый құрақ түрін айтып отырып тіктім. Жақсы сау болыңыздар.